Түркияда грантта оқығысы келіп жүрген адамдарға бұл видео өте пайдалы болады. Сол себептен аяғына дейін қараңыздар, толыққанды ақпаратты беретін боламын сіздерге. Бұл жерде мен мемлекеттік грант, Түркия бурсалары туралы айтатын боламын. Бұл бағдарлама, былай айтқанда, барлық Қазақстан бойынша, яғни әлем бойынша танымал бағдарлама. Бағдарламаның сайтына кіретін болсақ, turkiabursalары.gov.tr деген сайт. Бұл жерде кірген кезде осындай бет шығады, ең алғаш бет. Мысалы 207 университет беріледі екен деген сияқты ақпараттарды осы жерлерден алсаңыздар болады. Бұл сайт екі тілде, ағылшын және түрік тілінде, бірақ кейбір браузерлар, яғни браузер дегенде андай, Яндекс, жаңағы Google Chrome деген сияқты браузерлар орыс тіліне де аударып береді. Яғни мен қазір нақты білмей тұрмын, қайсы екені есімде болып тұрған жоқ, бірақ сөйтіп орыс тіліне де аударып алсаңыздар болады. Енді бұл жерге кірген кезде Turkey Scholarships деп тұр, сол жерге кіресіздер де. Бұл жерде мына жерде толыққанды ақпарат берілген бағдарлама туралы. Осы жерден толыққанды ақпарат алсаңыздар болады. Біріншісі Why Turkey Scholarships деп тұр, не себептен Түркияда, яғни бұл бағдарлама Түркия бурсалары деген. Бұл бағдарлама толыққанды қамтылған бағдарлама. Бұл айтқанда 5 жыл, егер бакалавриатқа түсетін болсаңыздар, 5 жыл бойы тегін оқисыздар, магистратура 3 жыл бойы. Яғни 5 жыл дегенде 1 жыл тіл оқисыздар, 4 жыл мамандықпен оқисыздар. Магистратурада 1 жыл тіл, 2 жыл мамандықпен. Жатақхана кіреді оның ішіне, сол 5 жыл бойы жатақханада қаласыздар. Жатақхананың ішінде 2 мезгіл тамақ, медстраховка, жаңағы стипендия, мысалы бакалавриат үшін 4,5 лира, магистратура 6,5 лира, докторантура 9,000 лира беріледі ай сайын. Және де билет сіздерге алып береді. Мына жерден толыққан жазылған. Билет жайында айтқым келіп отыр. Жалпы кіріп сайттың ішіне әрқайсысын жеке-жеке оқып шықсаңыздар болады. Былай басып, мысалы ше, медстраховка не нәрсені жабады деген сияқты нәрсе. Бірақ мына жерде маңызды нәрсе айтқым келіп тұр. Бұл жерде ұшақ билеті туралы. Бұл жерде көп компанияларда шатасып, көп адамдарда шатасып жатады. Яғни олар ойлайды, жыл сайын ұшақ билетін алып беріп отырады деп. Олай негізі олай емес. Мына жерде оқып отқандарыңыздай, бұл жерде сіздерге ұшақ билетін 2 рет қана алып береді. Бүкіл бағдарлама бойынша 2 рет қана алып береді. Біріншісі оқуға түскен кезде, екіншісі оқуды бітіріп дипломдарыңызды алған кезде. Сол себептен шатаспаңыздар. Енді екінші жағына келетін болсақ, мына жақта шарттары мен бағдарлама жайында кіретін болсақ, бұл жерде енді шарттары. Яғни бұл бағдарлама тапсыру үшін бакалавриат адамдары, яғни бакалавриат адамдарына, яғни 11-ші сыныптың балалары тапсыра алады. Қазір 11-ші сынып оқып жатқандар, колледждің 3-ші курсында, соңғы курсында оқып жатқандар, немесе оқуды бітіріп, қазір бакалавриат, яғни университетте оқып жатқандарды тапсыра алады. Бірақ бұл жерде жас аралық деген нәрсе бар. Яғни бакалавриатқа тапсыру үшін сіздердің жас аралықтарыңыз 21 жастан аспау керек болады. Және оқу үлгерілеріңіз 70%-дан жоғары болу керек болады. Не үшін? Тапсыру үшін бакалавриатқа. Магистратурада дәл солай, егер сіздер университеттің 4-ші курсында оқып жатсаңыздар, сіздер тапсыра аласыздар, және оқуды бітірген болсаңыздар да тапсыра аласыздар, дипломдарыңыз қолыңызда болатын болса. Жас аралыққа келетін болсақ, 30 жасқа дейін, жаңағы оқу үлгерімі 75%. Докторантурада дәл солай, бірақ жас аралық қана басқаша. Бұл жақта докторантура 35 жасқа дейін, ал оқу үлгерімі 75%-дан жоғары. Енді мына жерде 90% деген нәрсе, бұл медицинский факультетке түскісі келетіндер. Яғни медицинский факультетке түсуді жоспарласаңыздар, сіздердің оқу үлгерілеріңіз 90%-дан жоғары болу керек болады. Мына жерде тағы да төменде ақпараттар бар. Ішіне кіріп оқып шықсаңыздар болады. Жаңа бірақ мен айтқан нәрселер ол жерде көбінесе. Енді төмен жағында более детальный жазылған деген болмаса, жаңа мамандықтар туралы, нелер туралы. Енді мына жерде тапсыратын уақыт. Бұл бағдарламаға сіздер жылына 1 рет қана тапсыра аласыздар. Яғни жылына 1 рет қана ашылады. Ол деген қаңтардың 10 мен ақпанның 20 аралығында ашық тұрады бұл бағдарлама. Яғни осы аралықта сіздер тапсырып үлгерулеріңіз керек болады. Және де бұл бағдарлама 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол жаңа анкетирование, екіншісі сұхбат. Осындай нәрседен тұрады. Бірінші кезеңнің жауаптары март, апрель, май, осы 3 айларда шыға бастайды. Кезек әр мемлекетке келе бастайды. Қазақстанға көбінесе апрельдің аяғы, майдың басында келеді. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, тек қана бакалавриат үшін. Бакалавриаттағылар математика, геометрия, логикадан емтихан тапсырады. Магистратура мен докторанттарға қатысы жоқ ол нәрсе. Сосын одан өткеннен кейін, егер бірінші кезеңнен өтіп, екінші кезеңге шақыртуға алатын болсаңыздар, екінші кезең ол деген интервью. Интервью июнь айында болады. Оны сіздер Алматы немесе Астана қаласында өтсеңіздер болады, және тілді таңдасаңыздар болады. Қазақ тілінде өтсеңіздер болады, орыс тілінде өтсеңіздер болады. Бұл әрине тек қана бакалавриат пен магистратура үшін ғана. Ал жаңағы не үшін? Докторантура тек ағылшын тілінде. Және де екінші кезеңнің жауабы, ол жалпы грантқа түсті деген жауап, ол деген
августтың орталары аяқтарында шығады. Ары қарай уже сіздердің ұшақ билеттеріңізге құжаттарыңыз бәрін дайындап, ары қарай бағдарлама өзі көмектеседі. Яғни бағдарлама толыққанды қамтылған, сіздерді күтіп алады, өздері орналастырып, бүкіл нәрсе ол жерде қамтамасыз етілген өте күшті бағдарлама. Және де әрине конкуренциясы да өте күшті. Жылына 20 мыңға жуық адам тапсырады, ал грант 250-300 грант жобасына бөлінеді. Яғни бұл жерде бакалавриатқа да, магистратураға да, докторантураға да. Енді бұл жерде мынау қандай құжаттар қажет және important details деп тұр. Бұл жерде енді маңызды ақпарат, осыны оқып шықсаңыздар болады, қандай құжаттар керегін оқып шықсаңыздар болады. Жалпы сайттың ішіне толыққанды ақпарат берілген. Яғни бәріне кіріп көріп оқып шықсаңыздар болады. Және де егер тапсыруларыңыз келетін болса, бұл бағдарлама бізде тапсырып көмектесеміз. Яғни біз былай айтқанда 7 жылдан бері осы шетелге оқуға түсірмей айналысып жатырмыз. Біз арқылы грантқа да ақылы түрде оқуға түскен адамдар өте көп. Яғни бұл бағдарлама мынандай кішкене мынандай нәрселер бар, незначительный қателіктер бар. Яғни көбісі бірінші тапсырушылар сол қателіктер жасайды да, сол себептерден грант ала алмай қалып жатады. Яғни оны біз қаяқтан білеміз? Яғни грантқа түспей қалғандар, ақылы түрде оқуға түсетіндер бізге тексертеді өз анкетасын. Біз тексерген кезде жаңағыдай кішігірім қателіктер шығып кетіп жатады. Яғни біз арқылы тапсырсаңдар, ондай қателікті біз толыққанды қарап, қатесіз тапсырып, яғни сіздердің түсу шанстарыңызды көбейтіп бере аламыз. Ол туралы толық ақпарат алғыларыңыз келетін болса, төменгі жақта мен WhatsApp пен Instagram парақшамды тастап кетемін, сол жаққа кіріп сұрасаңыздар болады. Және видео пайдалы болды деген үміттемін. Пайдалы болса лайк басып, таныстарыңызбен бөлісіңіздер, шетелде оқығысы келіп жүрген. Сосын біз тек қана Түркия емес, Қытайға, Чехияға, Италия, Малайзияға да оқуға түсіреміз. Ол жайында да видеолар болады. Сол себептен қарап отырыңыздар. Мен каналыма тіркеліп қойып. Рахмет, сау болыңыздар.